Саламатсыз ба? Сәлем. Өте сұлу болып тұрсыз. Рахмет. Өз Андай адамдарда болады ғой. Адамды ренжітіп қойғанын біліп тұрып, өзім дүниені бір кішкене адамды ренжітіп алдым ау деген сияқты сол бір жан тыныштығын бермейді негізінде. Алдыңғы сенбі күні демалыстарда мен құрбыммен кездескен болатынмын. Құрбыммен жүрген кезде мен Зейнді көріп қалған болатынмын. Зейнді көрдім, сосын өзім жақындап, өзім кешірім сұрадым. Себебі кінәлі болдым. Мен өмірде былай кешірім сұраған жоқпын, эфирде ғана кешірім сұраған болатынмын. Жүректен қазір де кешірім сұраймын Зейн, себебі мен өзімді қанша уақыт болды өзімді бір өте қатты кінәлі сезінген болатынмын. дұрыс, иә, кешірімді болу керек. Дұрыс айтасың. Өзің кінәңді кешірім сұрасаң өте жақсы. Кешіре білді ғой, иә, өзі. Иә, айтты, бәрі жақсы, бәрі дұрыс деп. Барлығы бір-біріміз, иә, біреу жүрмекен, немесе бір қызбен жүрмекен. Сұлтаннан бастағым келеді. Кеше ғой. Сұлтан, қалайсың? Саламатсыз, қалайсыз? Жақсы, кездестім. Сөйлестім. Ол осы студияның қасында тұрады, негізі жақын жерде. Болайық. Күшті сырласу, күшті кездесу болғаны болды, но бірақ ерсіз заттар бар, біраз заттар бар. Құшақтасқаны, таналқы жаққаны деп отырғаны, скамейкаға аяқпен шығағаны. Ол біріншіден тәртіп бұзу ғой негізі. Скамейкаға шыққанның өзі халыққа арналып жасалған, оны бағалай білмейді да, сол дұрыс емес негізі Нұрсұлтанның. Яғни Шыңғыс бұл жерде жалғыз бірінші кездесуде, нешінші кездесулер? Екінші? Бірінші кездесулер ма? Екінші кездесу ма? Бірінші или екінші кездесу? Сол кездесулерде бұлай қатты бірін-біріне жақындауы да дұрыс емес деп отырсың ғой, иә? Иә, негізі бүйтіп қатты жақындау да дұрыс емес. Бірінші, екінші кездесу болғанның өзінде бұлай парта жасағанның өзі дұрыс емес. Қыз баласы үшін бірінші кездесу бір есте қаларлықта кездесу болу керек мен үшін. Мына жерде Әйгерім деген көрерменіміз Шыңғыс көлігім бар ма, үйім бар ма, болса барам деп жүрекше қалдырып кетті. Көлігім жоқ, енді әке-шешем қолындамын ғой. Бұйыртса бәрі болады. Яғни қасына жақсы бір жартысы табылса, көлік те үйде барлығы болады деген. Так что бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген сөз бар. Әйгерім, көп ойланбай келсеңіз болады. Ары қарай. Ассалаумағалейкум, осы чаттың тұрақты көрермендері қалайсыздар, амансыздар ма дейді. Енді Шыңғыс біздің YouTube көрермендері бірін-бірімен чатта кәдімгідей танысып, араласып, бізден де жақсы араласатындар бар арасында. Ары қарай, сәлем, қымбатты көрермен. Шыңғыс мужик дейді. Шыңғыс қатын сияқты деп жазып жүрді. Бір жерден көтеріп атса, бір жерден түсіріп жатады дегендей. Так, Иркутсктан салам сезім баға дейді. Эльмира жазып жүрді. Иркутскқа жалынды сәлем. Сәлем. Шыңғыс жақсы бала. Өте жақсы видео. Ішінен ерсі ештеңе көріп тұрғам жоқ. Өздері бұндай көрсете алмағансан, іші күйіп тұрау деп Ерлан деген көрерменім жазып жүрді. Я, енді бәрі мүмкін ғой. Әр адам әртүрлі санасымен ойлайды ғой. Біреу үшін дұрыс емес, енді кейбіреу басқаша болған қалайды. Венера деген көрерменіміз Шыңғысқа келейінші үміткер болып деп жазыпты. Кейсеңіздер, күтіп жүргеніміз бір айдың шамасы оқал, тезірек келіңіздер, бұйыртса той жасайық біз деген. Мерей деген көрерменіміз Мади комментарий оқымайсың деп. Именно осы кісінің оқыңызшы. Бәрін оқып отырмын ғой достар. Негізі арасында қызықты сұрақтар болса, пікірлер болса, соларды оқып жатқан жайым бар. Кеше ютубта Шыңғыс өзі халыққа ұнау үшін жүрген жоқпын. Қалай бар солай қабылдан деді ғой. Енді келіп неғып халық деп қалды дейді. Жоқ, мен халық дегенім, ол парк халыққа арналғанда, ол халықтың заты ғой негізі, скамейка. Вот соғыны андай аяқпен отырда мен соны айттым, ол халықтық ютуб отырмандар. Егер сынып қалған жағдайда олар алады тұрып кетіп қалады, скамейка сынған күйінде қалып қалады да, ешкімге керек емес болып. Вот соны айттым мен. Мади, менің сообщениемізді оқымайсыз. Танат дұрыс айтады. Халық болмаса кімсіңдер сендер? Сендерді көтеретін де, түсіретін де халық деп Света деген көрерменіміз жазыпты. Иә, сол кеше халыққа айтып едік, Шыңғыстың мінезі жаман бірдеңке деп айтты ғой. Маған ешкім жазған жоқ сенің мінезің осындай. Күттім кеше Мади осылай. Маған қалай жазады екен, халық не деп жазады екен деп, ешқандай жазуда, сообщениеда ештеңке болған жоқ. Мен күттім кәдімгідей. Болмаса бүгін жазып жіберіңіздер маған. Мен өзгеруге дайынмын. Иә, қымбатты көрермен, Шыңғысқа мынандай өзімді бір мазалайтын сұрақтардың бірін қойғым келіп отыр да. Шыңғыстың соңғы бір таныстықта қыз баласымен кішкене дұрыс емес жаңағы аяқтаулы болып еді, таныстықтарының. Сол таныстыққа бір кішкене өкініш бар ма?
жоқ, ешқандай өкініш жоқ. Себебі енді андай ғой, мен ол қыз баласы енді андай барды бағалай біле ма, мен соны көргім келді да. Кездесуде андай 10 мың теңгенің әңгімесі болды. Мен ол қызға айттым, былай, менде 10 мың теңге бар, мен істесең соны істе дедім да, андай сөйтіп бердім. Жақсы қыз болса, мүмкін сол 10 мың теңгені біраз затқа жеткізер ме еді деген сияқты ой болды да, андай бір кездесуден енді білейін деген ғой, сол себепті солай жасадым. Ал негізі өзің ойламайсың ба, сол бір қылықтардан кейін, енді кеше де бұл сұрақты саған қойған болатын, бірақ тағы да қойғым келіп отыр да, әлі бір түсінбей жатқан сияқтысың ба, бәлкім, енді мен былайға астарлап айтып жатырмын да, нағыз Шыңғыс, негізі мен білетін Шыңғыс ондай емес еді. Бірақ сол қылықтарынан кейін мен де таңғалып отырмын да, неге Шыңғыс олай жасады? Мүмкін жасағаным дұрыс болмаған шығар, может ойланбай істеп қойдым. Енді бұйыртса алда ойланып істеп жатамыз ғой, жасаған қылықтарымызды, әрекеттерімізді. Оған халқым сіздер сынсызсыздар. Не десеңіздер де біз көтеруге дайынбыз.